Біз қайдамыз? Өзім де білмеймін. Карманы қолдансам, мен бізді тура Оцуцуки сияқты басқа кеңістікке алып кете аламын деп ойладым. Қап, бірінші істе сосын ойлан деген қарым-қатынасты менен алғансың ау. Оның өмір сүру уақыты тек 2 күндей. Ол бұл жерден кетпеу үшін қолымыздан келер бәрін істеу керек. Амадау айтты ғой бұны, е? Ақымақтық. Ол өзіне лайықты жазалану керек. Бірақ оны істемес бұрын. Наруто, үстіңде! Момошикидің сауыты Узумаки Боруто. Сенің Оцуцуки ландыруың мен күткеннен де ұзаққа барды. 70%-ға жетіп қалды, мүмкін тіпті 80%-ға да шығар. Сенде қанша күш жасырын жатыр, көрсет маған. Чидори! Боруто! Мына жеркенішті Реннинган. Жоғал! Менің тура жолымда сен тұрады деп ешқашан ойламаппын, Узумаки Боруто. Мен оп-оңай тасымалдау нинджутсумен артқа қайтар едім, бірақ сосын қуаласпақ басталар еді. Мен сендерден осы жерде құтыла салғаным дұрыс. Басқа ешкім арамызға түспейтін жерде. Сосын уақытымды Кавакиге арнаймын. Ал Хокаге мен Учиха өлі болса, ауылдағы адамдар өздері беріліп Кавакидің қайда екенін өз еркімен айтып береді. Бізді әлсіз деме. Бәрі оп-оңай өтеді деп ойлама. Сенде ештеңе жоқ, сен боссың. Және сен бәрінен де ішіңдегі бостықты жек көресің. Сенің жүрегіңде тесік бар. Сен ештеңемен ешқашан оны біте алмайсың. Бұл жай ғана сол тесіктен ағады да кетеді. Нақты осы себеппен мен карманы саған сыйладым. Тек осы сенің тесілген жүрегіңді біте алады. Бұл арнайы белгі. Ояндың ба? Амадо? Әйтеуір ояндың ғой. Мен қайдым? Сен өшіп жатқанда, Ишики өз қалпына келіп, осында Конохаға сен табуға келді. Ойымдама, бұл жер қауіпсіз қазірше. Хокаге мен басқалары үстіде онымен шайқасып жатыр. Негізі олар үстімізде емес. Шикамару мырза! Наруто мен Саске Ишикидің артынан басқа кеңістікке кетті. Боруто тасымалдау нинджутсумен Ишикиді сол жаққа тартып алып кетті. Жос мырза істеді міне. Сенсор тобы барлығын істеп жатыр олардан қайда екенін білу үшін. Қап! Не істейін деп тұрсың? Несі түсініксіз? Олардың арттарына кармамен барам. Тынышталда қара жөндеп. Ол жоқ. Карманың сызықтары жоқ. Сенің кармаң Ишикидің қайта келуіне арналған болатын. Алайда ол Джигеннің кармасын пайдаланып келді. Тура Коуджи екеміз жоспарлағандай. Қайта келу бір рет болғаннан кейін барлық басқа кармалар жойылады. Басқаша айтқанда, сен енді оның сауыты емессің. Сен толықтай боссың. Конохаға келген себебі маған басқа кармасын енгізу ғой. Солай ма? Дұрыс. Сонда мен толықтай әлі бос емеспін. Демал болайыншы. 7-ші мырза мен басқалары барын салып шайқасып жатыр. Осы жайтты бұлдыртпау үшін. Ал қазір шыдамды болайық. Бірақ та, олар қазір Джигеннен асқан құбыжыққа қарсы тұр. Құбыжықта шығар. Бірақ өлім құдайы оған көз ілестіріп отыр. Ода мүмкін 1-2 ақ күн қалған шығар. Тіпті құбыжық та өлімнен қаша алмайды. Егер оған ұсталмасақ, егер ол саған карманы енгізбей өмір аяқталса, біз жеңдік.
Чидори! Ұсталды! Яки! Наруто! Тек көлеңке құлыныма тиді. Бәрібір абай бол. Мен оны көз астымнан жоғалттым. Саски! Яки! Оңбаған! Рәсенген! Қырқсытқыр! Бәріңе жетемін, сенен бастап. Келесісі. Саски мырза! Тұрыңыз! Иә. Шыдыңыз, қазір тастарды алып тастаймын. Шынымды айтсам, екеуіңде әкесі не, баласы не, сенің осылай істеріңді білдім. Менің жоспарым 1 миллиметрге ауытқымайды. Жоспарым? Оның өмірі аяқталып бара жатса да, олар одан жеңіліп қалды. 7-ші Хокаге мен басқалары болсын, олар оны 2 күн ұстай алады ма? Сендердің ойымдарыңды түсіне аламын, бірақ бұл жерде мүмкіндік жоқ деген емес. Бұның бәрі Борутоға да байланысты. Ол өзінің Ишикиге қарсы шайқастағы маңызын түсіну. Қимылдаушы болмау, Чихасаски. Қимылдай алатын бедің өзі? Саски мырза! Маңыздылығы дегенің не сонда? Алдында айтқанымдай, он құйрықты ол жай ғана ұрық, шексіз ағаш өсу үшін қажетті. Бірақ ол жай ғана өсімдік емес әрине. Сен оны жай ғана отырғызып суара беретін емес. Он құйрықты шексіз ағашқа айналу үшін ерекше жағдай керек. Арнайы талап орындалуға міндетті. Неге тоқтаттың? Сенің мүмкіндігің болды ғой. Екеумізді бірдей өлтіретін. Әкеңді Райн. Білдім. Сонда менікі дұрыс қой. Сенің мені өлтіру қолыңнан келмейді ғой. Не деп тұрсың, Боруто? Боро алдында айтып қойған. Саған рахмет. Олардың жоспарларының шекте уақыты тоқтады. Жоспарлары?
Ямада айтқан шексіз ағашқа қатысты ма? Солай шығар. Мені жоспардың бөлігі ретінде қолдану. Басқа сөзбен айтқанда, ол мені өлтіруге жол бере алмайды. Арнайы талап? Әңгімені созбай айтсаң бол. Сендер он құйрықтыны тамақтандыруларын қажет. Тірі Оцуцукилермен. Конайдан пайда жоқ. Саусағыңды қимылдамасын. Ойланбастан істеймін бұны. Боруто, мені қорқытып тұрсың ба? Бұны істей алмаймын десең, қателесіп тұрсың. Мен осыған дайын болып келдім. Осы шайқасқа кіргелі бері дайынмын. Оңбаған! Қаш, Боруто! Бірақ Саске мырза, бізде тек бір-ақ жол. Оның өмірінің аяқталуын күту. Сол кезге дейін уақыт ұтуың тез. Саске мырза! Сендер сонда он құйрықтығы Оцуцукилерді берулерің керек пе? Дұрыс. Он құйрықтыны шексіз ағашқа айналатын жол тегі осы. Мүмкін осы үшін шығар, Оцуцукилер планетаға екеу болып келетіні. Біреуі құрбандыққа кетеді ғой. Біреуі желінеді шексіз ағашын өсіру үшін, ал басқалары күзетіп қарап тұрады ағаштың өсуін. Чакра жемісі пайда болғанша. Бір жеміске жету үшін өз өмірлерін құрбан ететініне сене алмай отырмын. Әрине, бұны тек ессіздік деп есептеуге болады. Қалай болса да. Оларда карма бар. Тура айттың. Құрбандыққа берілетін Оцуцуки алдын ала карманы дайындап қояды, сосын сауытынан қайта өзіне келу үшін. Міне осы үшін карма. Қандай ыңғайлы. Бұл дегеніміз Ишики мен Кагуя осыны істейін деді ме баяғыда? Кагуяның төменгі сатыда тұрғаннан құрбандыққа сол барайын деді. Осылай болу тиіс еді. Бірақ бұлай болмады, себебі Кагуяның сатып кетуі. Сол үшін Ишики паразит сияқты Джигеннің денесінде өмір сүруге мәжбүр болды. Жоспарды Кагуясыз асырып. Сонда Ишики өзін он құйрықтыға тамақ ретінде беру керек қой, шексіз ағаш өсу үшін. Иә, басқа Оцуцуки болмағаннан солай істеу керек. Не болды, Сумира? Ал, мүмкін Ишики орын ауыстырайын десе ше? Не деген тапқырлық, Каккей Симуре. Мен сені өлтірейін деп тұрғаным жоқ. Мен мойындаймын, Узумаки Боруто. Алайда түсініспеушілік үшін кешірім сұраймын. Саған ауыртпашылық келтіруден менде ешбір уайым жоқ. Сен өлуге дайын болып келдім деген жоқсың ба, Узумаки Боруто? Бәрі жеңілдеп қалды ғой. Мен саған жоспарды айта кетейін. Сен тағам болып желінесің. Он құйрықтыға. Боруто, он құйрықтының тағамы болады деп тұрсың ба? Солай. Карының жоспары бойынша Ишики өзін құрбандыққа берейін деген. Себебі басқа амал болмады. Бірақта, Боруто көзге түскенде, оның орнына басқа адам берілетіні жайлы таңдау берілді. Оған қоса, чакра жемісінің де неше түрлері бар екені айқын. Тура алмалар, апельсиндер сияқты. Ағаш қай жерден жақсы жеміс береді. Мықты ағаш өте жақсы чакра жемісін береді. Ал жас және дені сау Оцуцуки жақсы тағам. Өлімі жақындап келе жатқан кәрісіне қарағанда. Бұл жағы айқын. Сонда, жас мырза, мен енді түсіндім, неге ол Борутоны өлтірмейтіні. Бірақ, ол өзі жалғыз жеткілікті емес. Бізге оны жеңуге мүмкіндік беретін. Сонымен Боруто не істейін деп еді.
Кім біледі? Біз тек жайттардың болғанын күтеміз. Ей, Амадо, сендер жоспарлағандай бұл қанша уақыт болатыны айт. Нені? Каваки, 7-ші мен басқалар жеңіліп қалса, сенің де өлетін жерің осы. Бетің былқ етпей қалай отырсың, жай бір қыттанып. Мен бұлай отыра бермеймін әдетте. Ойнап тұрсың ба? Құдайыма, жүйкен қозып кеткен бе? Ашуыңды бас. Ашуыңды одан алғаннан жақсы нәрсе шықпайды. Ең мықты жоспарларың осы ма не? Басқа амалдарың жоқ беді? Қазіргі уақытта маған қолжетімді шешімді таңдауды алып отырмын. Тура бәрі секілді. Беріліп тұрған нәтижені не болмасын әрдайым қабыл алуға дайын болудың несі жаман? Сонша жек көрген кармаң енді жоқ. Осыдан ешекеді жеңуі мүмкін екені шығады. Хокаге мен басқалардың мүмкіндіктері құрттай екені көрініп тұр әрине. Бірақ бұл біздің жалғыз жеңіске деген жолымыз екен фактіні өзгертпейді. Өзіңнің қолыңнан түк келмейтін түңілу сезімі таныс. Бірақ дәл қазір шыдамдылық көрсетіп, күтіп отыру мүмкін ең дұрысы шығар, Каваки. Әлсіздік пе сенің ашуыңды келтіріп тұрған? Әлде күшіңді жоғалтқан үшін қайғы ма? Не дедің? Ештеңе, ұмыта сал. Не деген өкінішті жағдайдасың, Наруто? Осылай өлемін деп педің? Жап жазыңды. Мен Хокагемін. Ауылды және бәрін қорғау менің өмірімнен де қымбат. Мен оған жабысып аламын да ешқашан жібермеспін. Мына оңбаған өмірінен кетпегенше. Сенен гөрі мүлдем басқа деңгейдегі қарсыласқа қарсы сенде қандай жоспар? Сонымен дұрыс ешбір жоспар жоқ қой. Наруто, сен расымен де өлуге дайынсың ба? Аға, кешір мені, Курама. Бұлай болса, бір жол бар. Шынымен ба? Соңғы құпия қару, соңғы шайқас, істейсің немесе өлесің. Ұятқа қалып өлгенше, бұл тұрысып көруге лайық. Не? Сенде онда нәрсе болса, неге ертерек айтпадың? Себебі сен өлесің, осыны істе де өл. Бірақ оны істемесең де сен өлесің. Бұны сен ақылға жүгінбей істей салатын нәрсе емес. Сонымен не шешесің? Курама, үмітім сенде. Сенімдісің бе? Иә. Мен бұған баяғыда дайын болғанмын. Хокаге болған кезімнен бастап. Жоқ. Хокаге боламын деп шешкелі бері. Сені он құйрықты жұтады, шексіз ағашты отырғызу үшін. Бірақ үмітсіздікке батудың қажеті жоқ. Шексіз ағаш бәрібірде бұл планетаның барлық тіршілігін жұтып алады. Сендер өлгенде ғана айырмашылығы көрінеді. Мүмкін емес. Сол ма? Әке. Әке, сіздің келбетіңіз.
Басқа уайымдамай-ақ қой, Боруто. Мен оны өзіме аламын.